Өкпе, қойдың өкпесі, пияз, бір бас пияз, екі бас болса да болады. Қойдың өкпесін жақсы, сосын картоп. Бірінші өкпені салып, одан кейін пиязды салып қуыртып, одан кейін барып картоптарды көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта. Енді ол әркімнің несіне қарай, мен мына жерде енді 4-5 адамға істеп дайындап жатырмын. Бұл жерде тамақты. Сол себепті мен 7-8 картошка қосып отырмын. Үлкендеу. Картоптарды осындай қалыңдықта қуырылады. Жақсылап қуырамыз. Өкпемізді қап-қара қуырып аламыз. Осындағы қуырылған кезде өте қара болады. Мынада қуырдақ деп жатамыз ғой, жасымау салған кезде. Енді нағмай соған қарағанда осындай өте бір өкпенің өзіндік қасиеті қуырдаққа қосқан кезде осындай бір әдемі дәм шығарады ғой. Сол сияқты мен осындай бір керемет бұқтырма болайын деп тұр, өкпеден жасалған өкпе картоп бұқтырмасы. Қазір енді осыған тұз салынған. Енді осы қуырылып жатқан кезде міндетті түрде приправа себеміз ғой. Мінекей приправа септім, көрдіңіздер, осы приправаны шамалы араластырып аламыз. Өзінің деңгейінде картопымыз да, өкпеміз де, көрпісті пиязымыз да өте жақсы деңгейде қуырылды. Енді осыны қазір шамалы араластырып аламыз да су құямыз. Су құйып алғаннан кейін барып, осыған біз шамалы салат, немесе арнайы жабылған, немесе томат саламыз. Қазір шамалы деңгейде су құямыз. Суым салқындау су. Сол себепті мен мына ожаудың үстіне құйып жатырмын, өкпем қатты қалмасын деп. Көп су құямыз. Енді осы суды қайнатамыз міндетті түрде. Приправасы салынды, тұзы салынды, нормада. Енді осыны қайнаған шамалы ысытып, қайнағаннан кейін міндетті түрде енді шымырлай бастаған кезде, міне қараңыздар, қазір шымырлау басталады. Сол кезде міндетті түрде томатты салып бір араластырып аламын. Қақпағын жауып, осылай қайнатып аламыз, бұқтырып аламыз десек те болады. Міне біздің картопымыз, бұқтырмамыз қайнап көрсетіп оны. Енді осыған жаңа өзіңізді жоғарыда айтқандай міндетті түрде томатымызды бір қасық томат саламыз. Өзіндік дәм береді. Негізі салат салсаңыздар да болады. Мен енді салатым таусылып қапты, сол себепті мен томат салып жатырмын. Бұл жерде менікі қолдан жасалған томат. Өзімнің қыста жасаған видеоларым бар, байқасаңыздар. Осы томатты жасау, қолдан қалай томат жасау. Табиғи, таза томат. Міне, сорпамыз қызыл түске енді. Бұл жерде әдемі дәм береді ғой. Мінекей. Енді қазір осыны бұқтырып, қазір қатты қайнап жатыр. Өте баяу отын басамыз газдың. Сөйтіп бұқтырып қоямыз. Мінекей. Қайнап жатты. Жайлап, енді осыған дәм кіргізу үшін тағы да жуылған лавр жапырағын саламыз. 3 лавр жапырағын саламын. Міндетті түрде әдемі дәм береді, керемет. 20 минуттың көлемінде дайын болады тамағымыз. Міне біздің пісті, көкқағаздар қайнады. Қазір мына оның піскенін біз
картоптандырамыз. Ыстыр өкпеміз картоптың дәмін көрдім, өте керемет дәмі. Өкпемізге деген бұлқылдап жұмсақ. Енді біздің тамағымыз пісті деген сөз. Осылай сорпалы болады. Сорпалы бұқтырма өте. Біздің үйде менің балам өзі осындай сорпалы бұқтырманы өте жақсы көреді. Негізінде сорпалы бұқтырма болған өте дәмді. Май құйылған, кәдімгі мен өзім қолданатын рамазан майын қолдандым. Сол 20 миллилитр өте дәмді шорпалымыз. Мінекей тамамыз біраз бұқтырдық. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді тамағымызды саламыз, мына лавр жапырағын. Әрине міндетті түрде алып тастаймыз. Қараңыздар, қандай майлы сорпалы бұқтырма болып шықты, пісіп тұр, ұлжып картопымызға дейін. Исі бұл тамаша. Енді дәмінің өзі, исінің өзі ұрып тұр ғой қазір. Сорпасын алып, сорпалы етіп құямыз міндетті түрде. Қазір күз мезгілі болғандықтан жаңағы даламызда барлық көкөністеріміз жоқ қой, сол себепмен неған жоқ ма атап укропымызды, скойлымызды, петрушкаңызды бар болса себіп берсеңіз өте керемет болады ғой. Міне асымыз біздің дайын болды. Тамаша буы бұрқырап үйіміздің сәнін келтірген өкпе картоп бұқтырмасы дайын. Kalemi. Öpeyimiz yapılıp bıraktır. Tamaşa. Hamza. Yok.